Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін ерекше соуспен дайындалатын, өте дәмді, дастархандарыңыздың көркін ашатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге тауықтың төс еті қажет болады. Аздап тұз сеуіп, одан кейін оның үстіне паприкамызды саламыз. Тәтті паприка қолданамыз. Және де қара бұрыш қосамыз. Одан кейін сухой чеснок немесе бір бас чеснокты осылай теркадан өткізіп қосатын боламыз. Кейін осылардың үстінен сұйық майымызды құйып, жақсылап, толықтай етімізге жағып шығамыз. Духовкамызды алдын ала 250 градусқа қыздырып қоямыз. 250 градуста 20-25 минут аралығында пісіп шығатын болады. Одан кейін бізге осындай шампиньондар қажет болады. Жақсылап сыртын тазалап алып, мен осылай екіге бөлдім. Егерде төртке бөлсеңіздер, пысқан кезде кішірейіп қалатын болады. Барлығын осылай бөліп аламыз. Ыдысымызға салып, одан кейін болгар бұрышының 2 түсін қолдандым. Болгар бұрышында алып, тазалап аламыз. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп турайсыздар. Қатты ұсақ қылдырып жібермеңіздер. Осылай 2-ге 3-ге бөліп турасаңыздар жеткілікті. Кейін барлығын ыдысымызға салып, паприка қосамыз. Одан кейін паприкамызды салып, сұйық майымызды құямыз. Тұзымызды саламыз. Және де бұғанда бір бас чеснокты теркадан өткізіп қолданамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл кезде қолмен араластырмаймыз. Дәл видеодағыдай араластыратын боласыздар. Бұны да қызып тұрған 250 градуста 20 минут аралығында пысатын болады. Міне осыны духовкаға салып аламыз. 20 минуттың ішінде дайын болып шығады. Кейін піскен біздің төс етімізді жақсылап суытып аламыз. Суытып барып кессеңіздер, етіміз шашылмай, жақсы кесілетін болады. Дәл видеодағыдай осылай жалпағынан турап аламыз. Кейін туралған етімізді ыдысымызға салып, одан кейін осылардың үстінен пысқан шампиньондарымыз бен болгар бұрышымызды қосамыз. Ендігі кезекте бізде ең маңыздысы бұл жерде соус, яғни бұл жерде біз соус терияки қолданамыз. Соусымызды алып аздап, барлығын көз мөлшерімен қосатын боласыздар. Осылай соусымызды қоямыз, одан кейін аройдының кисло-сладкий соусын пайдаланамыз. Оны да аздап құйып, екеуін жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайындалады. Және де дастархандарыңыздың көркін ашып, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап, каналға тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менімен болғандарыңызға көп-көп рахмет.